Шашыңды өріп берейін бе? Ал. Ендеше мен сенің шашыңды тарайын. Алдымен шашты өру үшін шаштың шатысын кетіріп, шашты тарайды, шатысын жазады. Бұл шаш өсіру қазақ қызына тән әдептілік екен. Шашты қазақ қыздары ертеден тобығына дейін ұзын етіп өсірген. Шашты өсіру үшін оған жақсы күтім жасау керек. Шашты таза ұстау керек. Әрдайым жуып, күтім жасау керек екен. Қазақ қыздары ертеде жаңағы шашты айранмен жуған екен. Ол айран шаштың жақсы өсуіне көп пайдасы бар екен. Шашты жалғыз бұрым және қос бұрым деп екіге бөліп өрген екен. Енді мен қазір сенің шашыңды қос бұрым қылып өргім келіп тұр. Шашты өріп болған соң оған шашбау таққан екен. Қызым шашбауды алып беріп жер. Міне, менің қызымның шашына шашбау тағып берем. Бұл шашбауды не үшін тағады? Шашты төменге қарай тартып тұрады. Және қыз шашбауды тағып жүргенде денесін тік ұстап жүру үшін осы шашбауды таққан екен қазақ қыздары. Әр нәрсеге мән беріп қараған ойлы халқымыз қашанда сұлудың көркі шаш, шаштың көркі шаштеңге деп қараған. Әйел шашы табиғатына қарай қолаң шаш, сүлебіл шаш деп, өріміне қарай жалғыз бұрым, қос бұрым деп бөлінеді. Шаш күтімі оны тарау, өсіру, өрудің өзі үлкен бір тәрбие мектебі десе де болады. Қазақ халқы шашты ертеден ақ жоғары бағалаған және оған байланысты атқарылатын әдет-ғұрыптары да бар. Шашыңды қима, шашыңды жайма, шашыңды отқа тастама деген тыйымдар. Ал шашбау шаштың ажарын аша түсетін зергерлік өнер туындысы. Сұлулар мен бойжеткендерге арналған халық өлеңдерінде сылдырап шашбауың мен алтын сырғаң, көрінер қыздар сұлу шашбауымен бұрымын кейін сілкіп тастауымен деген сондықтан. Шашбау түрлі түсті асыл тас орнатылған, моншақ тізілген ұзын күміс шынжырлы баумен немесе қымбат берік матамен ызылып жасалған алтын, күміс жіптермен өрнектеліп, ұшына салмақты күміс теңгелер мен сөлкебайлар тағылған